Егер сіздің балаңыз кез келген айдың 7-сі, 16-сы, 25-сі күні дүниеге келген болса, бұл балалардың қандай мықты қасиеті бар. Оларды жетіліктер деп айтамыз, бойында кету ғаламшарының энергиясы бар. Бұлар жұлдыз болып дүниеге келген гениальный балалар. Бұл балаларға әр уақытта кундалини энергиясын басына көтеріп отыру керек. Себебі басында 3% энергияда, денесінде 97% энергия. Енді мына төрттіктер мен жетіліктер қазіргі раху мен кету ғаламшары ежелде бір ғаламшар болып кейіннен бөлініп кеткен деп айтады. Ол туралы айтатын боламын. Енді бұл балалар, жетіліктер басқа әлемнен келгендіктен осы материалдық әлемді түсінбейді. Санасында бірдеңе іздеп жүреді, ақиқат тапқысы келеді. Мен кіммін, не істеп жүрмін деген сұрақтарға жауап іздейді. Бірдеңені әр уақытта шұқылап зерттеп жүргенді ұнатады. Және жұмбақ нәрселерді қазбалағанды ұнатады. Және бұл балалар бұл әлемді зерттеп түсінгісі келеді. Сондықтан өз балаларыңызды, жетілік балаларды жұмсаған кезде міндетті түрде мынаны істеп нақты айту керек. Әйтпесе олар не істеу керек екенін түсінбейді. Сосын істегеннен кейін дұрыс істедің, жаңағы жақсы, молодец деген сөздерді айтып, оларды мойындап отыру керек. Себебі сіздер арқылы ол өзінің істеген нәрсесінің дұрыстығына көз жеткізеді. Әйтпесе олар білмейді, дұрыс істеп жаттым ба, дұрыс істеп жатқан жоқпын ба деп. Сосын өздерін мойындатқысы келеді, әр уақытта мойындап признание беру керек. Сол кезде олар бәрін жасап істей береді. Енді бірлік балалар жұлдыз болғысы келіп, өзін алға шығып, өзін көрсеткісі келетін болса, ал жетіліктер туғаннан кейін сразу мен жұлдызбын дейді олар. Олар басқа балалардан ерекшеленіп жүреді. Өзінің признание талап етеді, мойындатқысы келеді. Бұлар басқа әлемнен келгендіктен. Енді бұл балаларға йогамен айналысу керек. Йога деген дене тәртібі арқылы сана тәртібі келеді. Бұлар энергиясын басына көтеру керек, міндетті түрде. Не болмаса басқа спорттармен айналысып, движениеда жүру керек әр уақытта. Энергиясын көтерген кезде бұлардың харизмасы ашылып, жаңағы гениальный болады. Көптеген ученыйлар бірдеңені ойлап тапқан, көбіне осы жетіліктер. Енді бұл жетіліктерге жаратушы көптеген қорғаушы періштелер жіберген дейді. Бұларды қорғап жүреді. Бұлардың интуициясы 100% жұмыс жасайды. Алдын ала ескертіп тұрады, жаңағы бір жамандық болатын болса, авария бірдеңеден аман алып қалып жүреді. Сондықтан бұлардың періштелері өте көп, қорғаушы. Енді бұл балалардың медицина бұл балаларға көмектеспейді. Бұларды қате диагноз қойып жатады. Бұларға балама медицина, нетрадиционный медицина көмектеседі. Сондықтан ұнап жатса сіздерге лайк басып, комментарий жазып, парақшама тіркеліп алыңыздар. Келешекте 8-і, 17-сі, 26-сы күні туған балалар туралы айтатын боламын.